Үлпілдек, жұмсақ, қып-қызыл бауырсақтың рецептісін сіздерге ұсынамын. Күшті болып шығады, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға су, сүт құйып аламыз. Одан кейін ыдысымызға тұз, қант, ашытқы, майонез. Одан кейін ұнымызды бөліп салып, жұмсақ қолымызға жабысып тұратын қамыр илейміз. Қамырымызды майлап аламыз, ыдысымызды да майлап жіберіңіздер. Сол кезде қамырларыңыз ыдысыңызға жабыспай жақсы көтерілетін болады. Қамырымызды көтерілуге жібереміз. Көтерілген қамырымызды қайтадан үстін басып, екінші рет тағы көтерілуге жібереміз. Осы көтерілген қамырды жаямыз, орташа қалыңдықта жайыңыздар және формамен кесіп аламыз. Бауырсағымыздың бетін 10-15 минутқа көтерілуге жібереміз. Көтерілген бауырсақтарымызды қызып тұрған орташа отта бауырсағымызды екі бетін айналдырып отырып пісіріп аламыз. Дәмі деген керемет болып шығатын бауырсағымыз дайын болды. Және дәл осы рецепт ұнаса, міндетті түрде парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.